Ассалаумалейкум. Бүгін өте қызықты видео. Қазір барлығын түсіндірем. Бұл мен өзімді ойланып жүрген сұрақтардың бірі еді. Соны бүгін ерінбей барып базардан банан коробка сатып алдым. 250 теңгеге. Сол бір банан коробкада қанша жалпы шуалшаң сияды. Бұл дегеніміз 1 метр квадратта қанша шуалшан шығу керек. Бір банан коробка қанша қап болады. Соны есептедім. Жалпы қазіргі нарықта 1 квадрат шуалшаңда 10 банан коробка деп сатып жатыр. 150 мың теңге. Кейбір жерде 130 мыңнан, яғни бір банан коробка 13 мың теңгеден сатып жатыр. Негізінде бұл шуалшанның тығыздығына қарай. Егер шуалшанның тығыздығы нормальный болатын болса, ол 15 мың теңге. Сәйкесінше, егер тығыздығы сәл әлсіздеу, жаңағы әл піспеген болатын болса, 13 мың теңгеден сатып жатыр. Мінекей, мен бүгін ерінбей мына ішіне көң салдым. Және жерге аударып, қапқа салдым. 50 килолық қап, кәдімгі ұнның қабы. Сөйткен кезде жарты қап шықты. Енді тележкаға салсам, бет-бе-бет жаңағыдай бір банан коробкамыз, бір тележканы бет-бе-бет строительный тележканы ішінде сиді. Жалпы осылай, егер 5 қап шуалшан алатын болсақ, ол бізде 10 банан коробка, яғни 10 банан коробкамыз 5 қап шуалшан болады екен, 1 метр квадратта. Өзбекстанның каналын көрдім кеше, ол жерде бошым 4 банан коробканы 1 метр квадрат деп сатып жатыр екен ол жерде. Енді бізде демек арзандау болып тұр. 10 коробкаға 150 мың теңгеден. Бағана айтып өттім, егер 13 мыңнан коробкасын сатам деген болса, демек бұлардың несі шуалшандар әл піспеген болып саналады. Бүгінгі өзім бұлай дайындық енді жаңағы. Осылай төсеп жатырмыз, жуып, кеше жаңбыр жақсы жауды. Жұмыс қызып жатыр. Айтарлықтай ауыр жұмыс емес, қызықты. Ақпарат егер қызықты болған болса, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Каналда осы бар нәрсені айтып тұрамын. Наяқта укроптарым өсіп жатыр мінекей. Полив қойғам. Жалпы көктемнің әр күнін пайдалы жұмыстармен өткізу керекпіз. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.